Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгінгі лабуба қуыршағы қазіргі уақытта ТМД елдерінде, соның ішінде Қазақстанда танымал болып кеткен жұмсақ ойыншық қуыршақ. Ол әсіресе TikTok пен YouTube сияқты әлеуметтік желілерде кеңінен таралған. Лабуба қуыршағы нақты шыққан жері 100% анықталмаған. Бірақ Қытай мен Турцияда өндірілген деп есептеледі. Бұл қуыршақ аниме немесе мультфильм кейіпкерлеріне ұқсайтын, көзі үлкен, бет әлпеті күлкілі балалар мен жас өспірімдерге ұнап қалған. Лабуба деген атауды негізі мағынасы жоқ, бірақ балаларға қызық әрі жеңіл айтылатын есім болғандықтан соған сай ойдан шығарылған есім болып тұр. Егер де сіздерге нақты лабубаның суретімен немесе қалай жасалуы туралы нұсқаулар керек болып жатса, мен көмектесуге дайынмын. Менің осы YouTube каналыма жазылып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып, отыруларыңызды сұраймын. Бастамай тұрып, осындай үлгісін жасап аламыз. Қағаздан қиып, диаметріміз 40-41 сантиметр болады. Соны біз келетін жерін ойып дайындап аламыз. Келетін жерінің ұзындығы қазір қарайсыздар. 17 сантиметр. 17 сантиметр. Сонша біз ойып алып тастаймыз. Мына жері біз қатты үлкен болмас үшін оны да 13 сантиметр екен. 13 сантиметр. Почти 13,5 сантиметр. Сондай қып кесіп алып тастаймыз. Бұл келетін жері басына. Мынау алды, арты. Екі жағын бірдей қып, осындай кертіп тастаймыз. Қиықтарымыздың глубинасы, тереңдігі 7 сантиметр екен. Осылай қып, әр жерінен өстіп кертіп алып тастаймыз. Өзі центрінен алсаңыздар, біз жоғары жағын мен осылай түзу қалтырдым. Аяқ жағынан өйткені кесіліп кетеді. Сонда тереңдігін жаңағы 7 сантиметр қылдық. Ара қашықтықтары 12 сантиметр екен. Қарап отырсаңыздар, 12 сантиметр. Тереңдігі 7, ара қашықтықтары 12-13 сантиметр. Қарап отырсаңыздар, көрініп тұр сразу. Мына жерде 10 сантиметр екен. Мына жақта 12. Бірақ ортасын мен ойып алып тастадым. Сонымен 13 болады астыңғы жағы. Сіздер бір келкі қып жасап алсаңыздар болады. Міне, домалап. Ар жақ беті, бер жақ беті осы домалап болды. Екі детальдан тұрады. Одан кейін сыртынан домалақ болу үшін мынандай полоскасы бар ортасында. Осы полоска 13 сантиметр. 13 или 12 сантиметр. Даже 11 сантиметр болса да болады. Өзіңіз қарайсыздар. Осындай ұзын полоска. Ол полосканы алу үшін сыртындағы шеңбердің кесілген жеріне дейін өлшеп отырасыздар. Бұлай бүйтіп отырсыздар. Көріп тұр ма? Мына жерге дейін 12, 12-ден 22-де 5, одан ары қарай 36. 36-дан 47. Мына центрге дейін өлшейсіздер болды. 54 екен. 54-ті 2-ге өтсеңіздер 108. 108. Одан мына алып тастайсыздар. 108, мына центр мына болады. 7-ні. 7, значит 14. 14 алып тастайсыздар. 4, 1, 9. 94 сантиметр ортасынан бөлесіздер де. Сонда жартысы бір жағынан шатыспас үшін белгілейсіздер ортасын. 94 2-ге бөліп. Сонда 47 болды. 47, мына ортасын центрге қоясыздар да, мына жерге 47 ұзындығы.
сол бойынша сосын бүйтіп біріктіріп тілейлейсіздер. Лабубаның тағы үстінде деталі бар осындай. Оны біз мына кесілген, басынан кесілген жерден 2 сантиметр жоғары аламыз. 1-2 сантиметр жоғары. Мына көзін үлкен қылып сантиметрмен өлшесеңіздер 10 сантиметр екен. Бұлай 6,5. Барлығы ұзындығы 28 сантиметр. Бұлайынан ұзындығы бізде 21 сантиметр. Өстіп аламыз да, мұны кішкентай носик жасап қоямыз. Осыны отдельно қатты фетрден кесіп аламыз. Сол фетрдің үстіне мына жерлеріне поролонмен қабақтарын, мұрындарын, қырларын жабыстырып шығарып аламыз. Одан кейін мына көзін отдельно мына кесіп алып тастамайсыздар. Осы фетрдің үстіне аласыздар да, мына фетрден осындай домалақ қылып кесіп, фетр болмаса картоннан бетіне синтепон салып, жаңағы ақ көз сияқты материалдың кесіп, ақ материалдың бетіне еще қара ғой, көп қап-қара домалақ көз, сопақ көз. Соны тігіп аласыздар. Осыған қаптайсыздар көзіне. Осындай домалақ кесіп алған. Болды, енді ол детальдарды көрсеткім жоқ, ондай детальдар менің басқа видеоларымда бар, кукла жасаған. Сондықтан көп уақыттарыңызды алмайын деп осылай жасап отырмын. Одан кейін құлағы бар. Құлағын мына жерін кішкене былай келеді, өйткені домалаққа бүйтіп келген кезде ровно тұру үшін. Если былай қойсаңыздар, мына екі жаққа бүйтіп қарақ қалады. Сол үшін осындай астын өстейсіздер. Мынандай ортасындағы деталін өздеріңіз білесіздер. Қандай мата болса, сол матамен қозғайсыздар. Мына құлақтың ұзындығын айта салайын. 20 сантиметр екен. Былайынан 13 сантиметр. Міне осы сыртқы қаптаған кезде матасын қазір көрсетемін, көріп отырасыздар. Алдыңғы жағын қаптаған кезде мен былай істеймін. Алдыңғы жағын мынау үстіне келтірсек, тура үстіне келген кезде үлкен қылып аламыз. Почти бір 10 сантиметр аласыздар. Төбе жағынан. Астыңғы жағына келгенде мына бетіне кіру керек қой. Сол үшін мына жерден бетіне кіретін жеріне дейін мына тура мына точкаға келгенде. Бұлай наоборот көбірек аласыздар ішіне. Мына жерде тігіс түседі. Көбірек аласыздар, өйткені мынау ішіне бүйтіп қайырылып, жабыстырылып тігілу керек та. Сол үшін мына жағына көбірек аласыздар. Потом бұл бүйтіп кесіліп кетеді. Былай кесіледі. Сондықтан анау жақсы болып жату үшін. Сол былай. Мына домалағымызды поролоннан жабыстырмас бұрын бірінші ішінде басқа киіліп тұратын жерін қатты 5 сантиметрлік, 4 сантиметр, 3 сантиметр қатты поролоннан жасап аламыз. Өйткені оны домалақ келіп алғаннан кейін жасай алмай қаламыз. Одан кейін мына біздің полоскамыздың жолағымызға қатайтып тұру үшін оған да тағы бір қатар екілік поролонды тура сондай размерде жабыстырып шығамыз. Ол өйткені біздің формамызды ұстап тұрады. Біз басымыздың жолағының үстіне құлақ тұрады. Вообще киген кезде қатты жұмсақ болмас үшін жаңағы 2 сантиметрлік поролонымызды өстіп полоскаға жабыстырып тастаймыз. Жаңа алдында айтып кеткенмін. Вообще басында жасаған кезде сразу полоскаға 2 қабаттап жабыстырып салған дұрыс. Бірақ уже бүйтіп деталь жабыстырылып бір-біріне асты мен үсті. Сол кезде бар жабыстыру керек. Әйтпесе поролон қақиып қалады да. Сондықтан бірінші өстіп жасалынып домалақ болған кезінде жабыстырасыздар. Артқы деталін домалағын кескен кезде 1-2 сантиметр ғана үлкен қыласыздар. Алдыңғы жағына көбірек, жаңа 10 сантиметр деп айттым ғой, сондай аласыздар. Енді міне материалды кескенін бәрін көрсеткен жоқпын. Қазір мына материалдарды жаңа выкройка бойынша кесіп аласыздар. Басымызды кигізіп көріп жатырмыз. Бас мықты ұстау керек. Сол кезде қысылып ұсталыну керек. Сол кезде бастан шығып кетпейді.
Енді сыртын қаптаған кезде мына кеттіктерін бәрін кесіп салмаймыз. Ортасынан бір астынан или үстінен бір вытяжка жасап, сол жерден тігіп тастаймыз. Қалған жері материалдың созылып, өзі әдемі болып жатады мына полоскаға біріккен кезде. Енді полоскаларды жаңағы өзінің размерінен екі жағынан 1-1 сантиметр үлкенірек қылып аламыз. Болды. Сонымен жаңағы біріктіріп тігіп шығамыз. Мен әрқашан қолмен тігіп шығам, өйткені тура болып шығу үшін қайта оны жасап жатқанша. Міне енді қаптап, полностью қаптап, біткен түрін көрсетемін. Міне енді менің видеом бітті. Өздеріңізге ұнап жатса, лайктарыңызды басып, менің каналыма жазылып отырыңыздар. Қызықты әртүрлі видеолар көрсетіп отырамын. Көріскенше күн жақсы болсын. Қош сау болыңыздар.